Ақылың бар ғой жаным, деді сосын үздіге тіл қатып, дос жылата айтады деген. Осылай қатты айтпасам болмайтын болды. Түсінгеніңе рахмет. Соншалықты ақымақ емес екеніңді білемін ғой. Мұнан кейін ұзамай қысқы сессия басталып кетті. Күнделікті тіршіліктің артқа ысырып тастауға көнбейтін қарбаласы да қабаттаса қалған. Әйтеуір Анармен хабарласуға бір мұршасы келмей-ақ қойған. Бірде кешкісін үйіне телефон соғып еді, ар жағынан шыққан дауыс Анардың мамасынкі екен. «Ой, несін айтасың, Лаура?» деді мұңын сұрағын аяғына дейін тыңдап жатпастан. «Қырылысып жатырмыз ғой, күйретті ғой мына қыз бәрімізді». Тап-тардай кісі еңкілдеп жылап қоя бергенде аузыңа дұрыс сөз де түспей қалады екен. «Апай, апай» дей береді бар болғаны. Күйеу балаларың деп біреуді таныстырған. Онысы не ақшасы жоқ, не әке-шешесі дұрыс емес қаңғып жүрген біреу екен. Тіпті бомбыш ба бірдеме. Анар жанымның қара тырнағына татымайтын сорлы. Ойпырай, не деп тұр мына кісі? Өткен жолы жанын ауырта жеріне жеткізіп айтып едім ғой. Бас тартқан сияқты еді ғой. Сонда Анар әлі күнге. Ананың зарлы әңгімесі кімді жылатпасын. Қарадан қарап, Лаура да Анардың мамасымен бірге ах ұрды. Айналасы бұлдырап бара жатқан соң жеңімен көзін сүртіп, сөйтсе өзі де аңдамай жанарынан ағыл-тегіл парлатып тұр екен. Уақыттың тығыздығына, мұрнына су жетпей жүргеніне қарамастан, барып жүздесуге әйтеуір амалын тапты. Бұл жолы екеуі ескі базардағы арзанқол кафеде жолыққан. Бірден байқағаны, Анардың қабағы бұрынғыдан пәстеу екен. Жаны байыз таппай жабығып жүрген жанның кейпі. Қанша жүдеп жадағанымен иттің қызы сұлу-ақ деп ойлады Лаура құрбысының ажарынан көз ала алмаған күйі. Неткен жаратылыс, неткен ұстамды мінез. Хор қызы десе де бола ма? Хор қызындай болып тұрып, алтын басын қор қылып жүргенін қарашы мына қыздың. Үйіне қатты құлазып оралды. Ару құрбысын ана сүмелек жігіт әбден жадылап алған секілді. Дені дұрыс сөзге, көңілге, ұнамды ақылға құлақ асар сыңайын байқай алмай, ата-анасы да қатты торықса керек. Бір күні Анардың анасы Әсел апай Лаураны үйіне шақырды. Үстел үсті ыбырсыған газет-журнал екен. Көзі түскені адамның көңілін елегізетін неше түрлі хабарландырулар. Солардың кейбіріне қалам ұшымен белгілер соғылыпты. Лаура үңіліп қараса, белгі соғылған жерлердегі сөздер шетімен «гадаю» деген сөздер болып шықты. «Сен Анардың біз білетін ең жақын досысың», деді Әсел апай, көзін қол орамалымен құрғатып қойып. «Мен бір-екі балгер тауып отырмын. Ана басы айналған қызды құтқару үшін жасайтын амалдар бар екен. Жаңағы сүмелектің бір-екі заты керек» дейді. Қол орамалы, іш киімінің бір жапырақ қиындысы, шашы деген сияқты. «Дұрыс түсінші, Лаура. Сенен басқа сенетін адам болмай тұр. Кім еді анаусының аты? Соған барып алдап-сулап, осы айтылғандардың маған керегін әкеліп берші, және тез барып жеткіз қалайда». Көңілі қаламаса да, ескі зауыттың алдындағы жырым-жырым қақпаны неше рет торыды. Айтылған заттарды алу үшін күзетші күркесінің қорасындағы ауасын да талай жұттау. Сөйтіп жүріп, Даниярға кездесіп қалды. Өзінің қырып келе жатқан ештеңесі жоқ болса да, студент күзетшімен өктем-өктем сөйлескен. «Ай, мен күндей қызды неге айналдырып алғансың?» дедімеу. «Сен бірдене жасағансың ғой, әйтпесе сенің әкеңдей мықты жігіттерге көз салмай жүрген қыз не болды мынау түрі?» деді ме? «Сен Анардан бас тарт, әйтпесе сүйегіңнің қайда қалғанын білмей қаласың» деп қорқытты ма? Осылай қоқан-лоққы жасап жүріп, өзіне жүктелген шаруаны әйтеуір орындап шықты. Бір-біріне ғашық жастардың арасына сына
қалғырғысы келген Әсел апайдың әрекеті қаншалықты сәтті шыққанын ашып айту қиын. Естуінше, Астана қаласының небір мықты балгерлерін іске қосқан көрінеді. Талай долларлар да кетті. Әйтеуір, Анар төңірегіндегіні алып қашпа әңгімелердің мәнісіне Лаура тереңдеп барған жоқ. Тек естігені құрбысының әке-шешесінің үйін тастап кетіп қалғаны. Тек үйді ғана емес, өзімен біраз уақыт серік болған күміс түсті Lexus джипін де тастап кеткен. Нешеме қымбат киімдерін талақ еткенге ұқсайды. Әлде айдың күннің аманына албасты басып, шайтан адастырған қыздарынан әке-шешесінің өздері кетіп қалды мекен. Көмейі белгілі болғаннан кейін, бұдан бұлай Анар енді тіпті Лаураға да телефон шалуды қойды. Бұл күннің ішінде айналадағы барынан өз еркімен жұрдай болған қыз қайдағы бір қаңғыбаспен қол ұстасқан күйі зым-зия жоғалып қарасын батырды. Құрбысының шексіз ақмақтығы үшін көңілі қара қазандай болған Лаура да оны іздестіруге мүлде құлықсыз. Қолы қысқа адамның өз проблемасы бір басына жетерлік емес пе? Сынаптай сырғып өтіп жатқан талай күндердің есебін алатын жан бар ма бұл күнде? Сонан бір күні қуыс үй болған соң, қырулы телефон болған соң кім хабарласпайды? Сонан бір күні безектеген телефон тұтқасын көтеріп қалса, ар жағында естілген әлде қандай таныс дауыс. «Аник», деді Лаура айқайлап жіберіп. «Аник, жаным-ау, қайдасың сен?» Бар ықыласымен жұмыс істеп жатқан шаш кептіргішін кілт тоқтатты да диванның үстіне томп еткізді. Қашанда бір қалыпты, құлаққа жайлы сол жұмсақ даусы асығыстықтан әсерлі шықты. Кез келген сұрақты елеусіз қалдырмайтын байсалды жауабы. Айтқан ақылын, берген кеңесін іске алғысыз етіп, бірде-біреуін құлағына қыстырмағаны үшін көңілінің түбінде бір зіл жүруші еді. Соның бәрін табан астында мына әуезді үн кристалдай тазалығымен кіршік қалдырмай шайып кеткендей. Лаура құрбысының асты-үстін жездей қақтап, жай-жапсарының бәрін түк қалдырмай сұрап жатыр. Іштен тіреп бітпейтін қаншама қарсыластыққа қарамастан, ақыры екеуі қол ұстасып армандарына жетіпті. Бір жерде пәтер жалдап, екеуден екеу оңаша тұрады екен. Біз бақыттымыз дегенді әр сөзінен ұқтырғысы келеді Анар. Сөзінің ләмі екеуміз шексіз бақыттымыз. Ел-жұрттың, ата-ананың жаппай қарсылығына қарамай, қол ұстасып, мұраттарына жеткен дәл біз сияқты ғашықтар бұл пәниде сирек шығар. Тіпті бәлкім жоқта болуы мүмкін. Әсіресе шынайы сезім атаулы сейіліп біткен, жер мен көкті, қала мен даланы қатыгездік жайлаған мынау 21 ғасырда тебірене қосылған мұңсыз ғашықтар бар ма екен бұл жалғанда? Ей, жоқ шығар. Біз бақыттымыз, Лаура. Сенбесең тағы айтайыншы. Біз сол бақыт дегеннің өзіміз. Енді бүгін өліп кетсем де арманым жоқ. Құрбысының жан жүректі игілік ойын толғанысынан, тебіренісінен, балшакердей дәмінен, көмейден шыққан екпінді лебінен ұқты Лаура. Ұққаннан кейін шынайы ғашықтар алдында дүниедегі барлық қызықты, барлық жақсылықты тәрк еткен көзсіз махаббат күшінің алдында іштей басын иіп, құдіретті сезімнің шексіз қуатын тік тұрып мойындады. Өзінің тілектес екенін, бақыт тілейтінін іркіліп қалмастан табан астында айтып та тастады. Таңдайын тақылдата тұрып, таң қалатынын да жасырған жоқ. Енді саған бір өтінішім болып тұр, Лаука, деді Анар ұзақ сөзінің соңына қарай. Айта ғой, қолымнан келсе, сенің тарапыңа барлығын істеймін. Қазір пәтерақы дегенің ұшып тұр екен. Бізге шамалы қарыз бере тұрсаң, сенен басқа адамның реті келмей тұр. Бұл күтпеген жағдай еді. Кеше ғана емес педі осы Анардың Лексусын мініп шауып жүргені. 3 қабатты
коттедждің қай қабатында демалсам дегенді ойламайтыны, не ішсем не кием демейтіні, енді келіп бірер ай өтер-өтпестен мынандай кепке ұшырап, ілгері басқан аяғы кері кете қалыпты. Бір түрлі іштей қапыланып рахаттанатында сияқты. Сен де мына біздің қара табандардың қатарына түсіпсің, дұрыс болған екен дейтін сияқты көңілінің түкпірінен ішкі үн. Шоқ бәлем, өзіне де сол керек деп айта алмады. Қаншама шіріген байдың қызы болғанымен, осы Аниктің өзгеге өктемдік жасаған, тәлпіштеніп тәңірісін ұмытқан, кісімсініп көрген емес. Ендеше іштей қыбы қанып, жаны сүйсінгеніне жол болсын. Рахаттану сезімі енді тақырлауға ұласа бастады. Бақыттымыз дегені қалай? Баяғы қара табан құрбысынан күнкөріс үшін қарыз сұрағаны қалай? Сонда бақыт дегенің осы ма? Анигау, сонда сен осыны да тіршілік деп отырсың ба? Мынауыңды мен-ақ естейін. Әке-шешең таппаған ақшаны мен қайдан таппақпын? Сөзді қой да қай түйеңе, олар бәрін де кешіруге дайын. Саған ғашық жігіттер жер-көкті сабылтып, өзіңді іздеп, табандарынан таусылып жүр. Ең құрығанда маған ұялы телефоныңның номерін беріп қойсаңшы. Менде қазір ұялы телефон жоқ, Лаура. Жағдайың келмесе, онда амал жоқ. Лаураның жағдайы келетін еді. Болған әңгімені келісім бойынша дереу Әсел апайға жеткізді. Қанша айтқанымен ана ғой, кемсеңдеп келіп, жылап сықтап қалды. Бермегенің дұрыс екен, деді ақыры. Қайта өстіп ақшасы таусылғаны дұрыс болды. Барлықтың арқасында жоқшылық дегеннің иісінде сезбей өскен ерке ғой. Қарны әбден ашып, тарыққан соң бір тамаша күні ит болып өзі-ақ үйге келеді. Тек ауырып қалмаса екен өзі. Бұдан кейін Анардың арғы тағдырынан көпке дейін бейхабар қалды. Қайда екенін, не болып жатқанын айтып бір хабар салсашы. Суға батқан тастай ізім ғайым. Хабарласпады, іздемеді деп Лаураны да кінәлай алмайсың. Құрбысы не телефонын, не мекен жайын қалдырмаған. Әке-шешесінің жүрегін тырналап ауырта беруден де қаймығады. Сол күндердің күнінде ойда жоқта ұшырасып қалды. Екі иығынан асырып, аспалы қалта көтеріп алыпты. Алғаш басына келгені, баяғысындай рюкзак арқалап, серуен құрып жүрген шығар деген ой. Сәл жүдеген, пішіні ересектеу. Бірақ теңіз түбімен жаңа ғана теріп алынған інжудей, көздері жалт-жұлт етіп тұрған әсем ажары сол қалпы. Құшақтай алғанында Анардың арқасында рюкзакта бүлк ете түскен. Ұйықтап жатқан тіршілік иесі сияқты. Сол кезде барып, «Ей, Даниярдың аузынан түсіп қалғандай, мына кішкентай кім-ей?» деді айран асыр болып. Ары қарай ауыз жабыстыра жағдай сұрасуға уақыт тығыз еді. Лаура ұшаққа мінер алдындағы алғашқы тексеруден өтіп те қойған болатын. Адам ағынының көптігінен бір-бірінен алыстай бастады. Арқасы да, іші де бос Лаура ағысқа қарсы ұмтылып келіп, қолындағы визиткасын лақтырды. Онысы көздеген жерге жетпей, орта жолда адамдардың үстіне құлаған. Қап әттеген-ай, тағы жоғалттым ба деген ой сап ете қалғаны. Екі көзі алыстай түскен Анарда. Бұл да, ол да бір-біріне қол бұлғап қояды. Сонан кейін ұзаған жоқ. Бір күні құрбысы телефон соғып тұр. Мұндай қуанбас. «Мені қалай таптың?» деді сасқаннан. «Визитка ше, әлгі сен лақтырған», деді досы. Сөйтсе, жоғалмаған екен. Орта жолда құлаған визитканы жолаушылардың бірі тауып алып, қол жалғай жеткізіпті. «Данияр қалай?» деді Лаура өзі жақтырмаса да, құрбысының көңілі үшін күйеуінің атын атап. «Ол қайда?» Осы арада Анар сәл үндемей қалды да, бір түрлі бұзылған дауыспен сөзін жалғады. «Лаука, оны кездескенде айтайыншы. Бәсе біліп едім, өзімде мұның дұрыс болмайтынын. Осынша аяулы жанның махаббатының қадіріне жете алмаған екен ғой. Айттым ғой, райыңнан қайт деп.
құлаққа ілмедің, ақыры не болды енді? Кездескенше тағат тапсашы. Бар тіршілігін былай ысырып қоя салып, айтылған уақытта айтылған жерге құстай ұшты. Өткен жолы дұрыс айқаса алмаған құшақтар қайтадан табысты. Қараса, мәшине рөліндегі Данияр емес, бөтен адам. Адам болғанда келбетті келген жастау жігіт. Дегенде ауыз жинағанша жүрдек көлік ызғытып ала жөнелді. Данияр қайда? Деді Лаура өткен жолғы телефондағы сұрағын тағы қайталап. Анардың жауабы қысқа ғана болды. Біз сол Даниярға бара жатыр едік. Бәсе, Лаураның жүрегі енді ғана орнына түскендей болды. Адамның ойы неткен ұшқыр десеңші. Сол екі арада Анарды мына рөлдегі әдеміше жігітке іштей теліп үлгергеніне ұялып қалды. Күйеуің сонда мынау ма деп айтып жібермегені қандай абырой болған. Әңгімемен отырып байқамаған екен. Бұлар қаланың сыртына шығып та кетіпті. Мұсылмандар бейітінің қақпасына енген кезде барып, жүрегі лоқсып, еріксіз қобалжи бастады. Мен естімеппін-ау, Аниктің анасы қайтыс болған екен ғой, дегенді тереңдеп ойлай алмадым. Ілгері басқан аяқтары кері кетіп, екеуі қалың зиратты қақ жарып келеді. Діріл басқан Лаура енді болмаса құлап қала жаздаудан. Әл дәрменнен айырылмай тұрған Аниктің қолындағы кішкентайдың нәзік ыңқылы ғана. Бір кезде қараса, әлгі қабырғаны жас бейіттің жанына тоқтаппыз. Көзіне түскен шағын тақташада жазу. Бас жағын дұрыс байыптап болмаса да, Данияр деген сөзді анық оқыды. Данияр. Лаурамен таныстырған кезде екеуі әлі үйлену мәселесіне бара қоймаған екен. Данияр қайта-қайта ауырып, жүдеп бара жатқан соң, Анардың өзі барыпты емші дәрігерге. Сонда естіпті сүйікті жігітінің жазылмайтын дертке ұшырағанын. Сонан тездетіп үйленуге мұрындық болған Анардың өзі екен. Махаббаттан күшті не бар? Жазылмас дертті бір женсе, сол құдіретті сезім жеңер деп үміттенген жас ару. Дәрігер дәрменсіз болса, мен өзімнің махаббатыммен қарсы тұрам ажалға, деп бел буған. Кітапты көп оқығаннан әсері ма, осылай оптимистік көрсеткен. Бірақ амал не? Еріген қардай күн санап таусылып бара жатқан соң, бар есіл дерті халі барда Даниярдан ұрпақ алып қалу ғана болыпты. Содан үйленуге қатысты барлық шаруаны тездетіп жіберген. Қыздың неге соншалықты жанталасып жүргенін тіпті Даниярдың өзі де түсінбей қалса керек. Келіншегінің 2 қабат болғанын көрген, бірақ өз ұрпағының шыр етіп жерге түскенін көруге ажал жарықтық жазбаған. Қысқа әңгімесін осылай сабырмен айтып отырған Анардың үні кенет лезде бұзылып сала берді. Артынша іші бауыры езіле жылады. Оған арғы сөзді аяғына дейін тыңдап тұруға қалай дәті жеткеніне Лаураның өзі де қайран. Құрбысының зарлы сөзі құлағына бірде жетіп, бірде жетпей жатыр. Аяулым менің, қайтейін, ғұмырыңның осыншалықты қысқа, осыншалықты арзан боларын өзің де сезбей кеттің-ау. О дүниеге барып қана тыныштық таптың бекен. Мынау жалған дүниеде қанша арманыңа жете алмай кеттің де. Сені армансыз болсыншы деп тілеймін. Кешірші жаным, сенмен бірге менің де ілесіп кете алмағаныма. Кете алмадым. Осыншалықты қорқақ, осыншалықты дәрменсіз екенмін. Ақталғандай боламын-ау. Мына артыңда қалған сенің ұрпағың үшін тірі қалдым десем. Кешір жаным. О дүниеде Құдай біздерге ақ жүзімізбен, осы таза сезімімізбен жолығуға жазсыншы. Бір Алладан тілеймін осыны. Жаным менің, асылым менің, жан жүрегімді езіп, қайтпас сапарға аттануға неге асықтың екен? Адамның сай сүйегін сырқыратар, осынау ащы зар барған сайын үдей түскендей. Құрбысын жұбатуға да ойламастан қарадай сілейіп тұрғанына өзі де қайран. Әлден уақытта барып бір ер адамның сабыр деген үнін естіді.
өздерін алып келген жаңағы жүргізуші жігіт екен. Қап, аңғалдық жасағаным-ай, мұндайды білгенде әйел адамды бейіт басына әкелмейтін едім деп қынжылғандай үнмен. Манадан бері күйеуі шығар деген болжамы бекер болыпты. Жалдап алған көліктің иесі екен. Бұл жағдайды Әсел апай біле ме екен? Жағдайы қалай екен ол кісінің? Деген сауалды Лаура қайтар жолда да тіл ұшынан шығаруға қаймығып келе жатты. Әңгіме ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп комментарий қалдыра кетіңіздер. Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын.